Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге май басып сарғайып, ұзақ уақыт жуылмаған мантоварканың тазалауын көрсететін боламын. Бірнеше әдістерді жасап көрдім, бірақ осындай нәтижеге осы әдіспен жеттім. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Нәтижесін байқасаңыздар, мұнтаздай таза әрі жылтырап шығатын болады. Ешқандай қатты ысқылауды талап етпейді, бір қайнағаннан май еріп, жібиді. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға толтырып су құямыз. Үстіне 6 ас қасықтан ас содасы, сұйық май, яғни пісте майын құямыз. Кірсамды үкіштен өткізіп немесе турап салуға болады. Ыстық суда жақсы ериді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңында лимон немесе лимон қышқылын пайдаланамыз. Осындай реакция пайда болады, яғни суымыз көпіреді. Содан кейін ыдыстарымыздың барлығын суда араластырып 15-20 минут қайнатамыз. Барлық ыдыстарды саламыз. Уақыт өткен соң оттың асын сөндіріп, ыдыс жуатын губкамен ыдыстарымызды жуып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай майы еріп, жақсы боп, тап-таза болып қалады. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, губканың көмегімен шай ысқылаған кезде майы кетіп, еріп жатыр. Ең бастысы ыдысымыз суып қалмау керек, яғни ыдысымыз ыстық күйінде тез-тез майы қатып қалмай тұрғанда сүртіп алуымыз керек. Нәтижесінде ыдысымыз тазарып, майы еріп, жылтырап қалды. Осы әдісті жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы видеолар салып отырамын.